Асықсан жақсылыққа асық. Жаңа маусым қарсаңында Жамбыл ауданы Көкдала ауылында су жаңа білім шаңырағы шәкірттерге есік ашты. 110 орынға шақталған құрастырылмалы модульді оқу ордасы несімен ерекшеленеді. Ауыл жұртының қуанышымен тілшіміз бөлісіп қайтты. Осыған дейін 500-ге тарта тұрғыны бар Көкдалада мектеп атымен болмапты. Сонау 90 жылдардың басында салынған мына ескі нысанда бастауыш сынып балалары қысылып қымтырылып білім алыпты. Ал ересек оқушылар көрші Ақсеңгір ауылына тасымалмен қатынап жол қиындығын көріп келген. Енді міне ауыл ортасынан еңселі білім ордасы бой көтеріп, ақ түйенің қарны жарылып отыр. Әсіресе мектепке алғаш қадам басқан бүлдіршіндердің қуанышы елден ерек. Бұл 110 орынға шақталған құрастырылмалы модульді білім шаңырағы небәрі 6 ай көлемінде салынып бітіпті. Жоба құны 1,5 миллиард теңге. Сәрсенбінің сәтімен лентасы қиылған білім ордасына асыға бас сұққан ұстаздар қауымының қуанышында шек жоқ. Себебі шалғай елді мекен дегенмен білім шаңырағы соңғы үлгіде жабдықталыпты. Қаладағыдан бір кемі жоқ. Кітапхана, асхана, спорт және жиналыс залы дейсіз бе, бәрі толық қамтылған. Енді мұнда ауылдың 105 баласы алаңсыз білім алмақ. Мектебімізде қазіргі таңда 14 сынып кабинеті бар, және информатика, шет тілі, физика, химия, биология кабинеті бар. Оның арнайы құралдармен жабдықталған, балаларға өте қолайлы. Оқушыларымыздың өзі дән риза, керемет көңіл күймен келіп, барлықтары өздерінің жақсы білім алатындарына сенімді. Өздері де бізге енді апай біз мұнда жақсы оқимыз деп уәде беруде. Мектеп ауласының да көркі көз тартып тұр. Балалар ойын алаңқайы бүлдіршіндерге лық толы, сәби жүректердің шаттығы алтыбақанда тербеліп тұрғандай. Жанында су жаңа шағын футбол алаңы тағы бар. Ал сынып кабинеттерімен танысып шыққан ата-аналардың ел ағаларына айтар алғысы зор. Оқушылар болса, көрші ауылға тасынудың дәуірі келмеске кеткеніне қуанулы. Жаңа мектептен біз армандадық. Қыстың күні автобус бұзылып, біз сабақтан қалып қала беретінбіз. Ал енді өзімізге жаңа технология, новый мектеп салынды. Енді осында жақсы оқимыз деген үміттеміз. Елге, жұртқа, әкімшілікке үлкен алғысымызды айтамыз. Бұрын біздің балаларымызды орталыққа тасып, орталыққа апаратын. Орталыққа барып, орталықтан оқып, оны келіп кетуі дейтін біз үшін үлкен қиыншылық болды. Енді міне Құдай айтаба жаңа мектеп күн нұрымен таласқан. Осы мектебімізде өз мектебінде оққан балалар. Енді осылардан мен үлкен академик, үлкен ғалымдар шығады деп, мына Алмас баламнан тілейміз оны. Сол жақсылық болсын, сол қуаныш болсын, той ұтты болсын. Айта кетсек, Жамбыл ауданы биыл білім күнін 35 мыңнан аса шәкіртпен бастағалы отыр. Оның ішінде 4 мыңға жуығы алғаш мектеп табалдырығын аттамақ. Ал мектепке жол акциясы аясында аудан бойынша 4 мың балаға арнайы қаражат бөлінген. Тағы 1 мыңға жуық оқушы киім-кешекпен қамтылыпты. Облыс тарапынан, аудан әкімі тарапынан 3 мектеп күрделі жөндеу өтті. 2 мектептің жаңа 1 қыркүйекке дайын, 3 мектеп бізде Қарасу ауылдық округінде күрделі жөндеу жүргізіледі. Осы желтоқсан айында ашылады. Балалары қазіргі уақытта Ұзынағаш ауылында 1200 орындық жаңа мектепке 2-ші ауысым бойынша тасымалдау арқылы қамтылады. Бүткіл жағдай жасалған. Мемлекет тарапынан білім, Алматы облысының білім басқармасы жағынан жаңа комиссия құрылып, осының бәрін мәселені шешіп, бүгінгі таңда балаларға дұрыс білім алу үшін жағдайлар жасалған. Тағы бір айта кетерлігі, жалпы Жамбыл ауданы бойынша 62 білім шаңырағы болса, оның 3 ауысыммен оқиды. Көкдаладан бой көтерген бұл білім ордасы бұл көрсеткішті біреуге азайтып отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы.